name is John C. Hey, бәріңе сәлем достар. Сендермен бірге мен Ерасыл және бүгін біз Don't Whack Your Teacher деген ойнайтын боламыз, немесе мұғалімді өлтірудің 10 жолы деген ойын. Я, біз бүгін мұғалімді өлтіретін боламыз. Ойында, конечно. Айтпақшы өтіп кеткен білім күндеріңізге. Я, білем, балды, ешкім оқығысы келмейді. Және 3 ай каникул өте тез өтіп кетті. Мен үшін өте тез өтіп кетті. Мен өзі 3 ай каникулда не істедім? ВК, Твиттер, Ютуб... В общем, көп зат істедім. Көселемей ойынды бастайық. Осы сайттан ойынды скачать етіп алсаңыз болады. Warning, this game could contain games... Мен сызғышты тек сызуға пайдаланама десем. Ал онымен еще... Басталы вообще күшті. Ары-қарай не болатын кім біледі. Headshot. Үшін бастайық. Не біздің директор или мұғалім бізге неге сабақ текке оқисың деп жатыр. Немесе сен кеше терезе сындырып бір адамның көзін шұқып, бір адам қолын сындырдың. Онымен қоймай бір адам өлтір жерін. Алғандардың бәрі 2. Сен қуан нақып пидар сүкен. Мен мұнда тұрған кез келген заттардың ішінен өзіме қалаған біреуін таңдай аламын мұғалімді өлтіруге. Енді солай ғой ойын шарт. Не таңдай орындық, сөмке? Мынау не? Қоңыз? Қандай мұғалім үйінде? Ой, мектепте қоңыз сақтайды. Не істейді екен бұны? Мойын жарды, басын жарды. Түсіндім. Бұл шыбындар, қоңырдар оның жарасына қаптайды да, және жарас арқылы миына өтеді да. Миын, балалар жемеген миын қоңыздар жеп қояды. Олай емес пе? Атта. Бірақ сонда да таптым ғой кішкене қоңыздар миын жеп. Короче, нәкісті мұнда гүл бар, кітап бар, клей, кітап, амбра, қол шаттыр. Блин, таңдалмайды жаты. Шәленше, сөмке. Подарка? Ой, сыйлық. Пара берейін деді ғой, Саған 5 қоятын болды. Пара берді. What the fuck? Одан да пара бері саған артық қой. Енді мұғалім өз кінәлі ғой пара алған. Жарайды, да не бар? Бұның соңы жақсы емес. Оқтамай, соңы жақсы емес. Блин, отвратительно как-то жүрегім айнып кетті. Давай, next. Ал мына орындық не істейді? And his name is John C. Саған бой без правилға бару керек, короче. Да, не барда насос. Мен істеп, үшін жарады ғой жеді. Бұл насос емес пе? Блин, тағы да таңдалмайды. Чайник қана таңдалды. Ой, мынаны тізесін ауыртып алды. Мұғалім бірақ мейірімділікті олай пайдалануға болмайды ғой. Ешқашан мейірімділікті жаман жолға пайдалануға болмайды.
Олай жасама. Тез қаламды таңдай салайықшы, әйтпесе ананың дауысы уже жаныма тиіп қалам тығылып жатыр ішіне. Тез кеткен сайын бір түрлі болып жатыр. Bir türlü. Notebook, stapler. Stapler de опасная қару. Man. Мойын степлерлеп берді. Рахмет айт, мойын степлерлеп берді. Тез даузын жапшы не бар бізде сөнке таңдалды. Кітап. Көрме аны. Şimdi жама суреттер. Жама суреттер не істейм? Шын көрме. Жама сурет. Жапшы аузында. Жап дейм аузында. Прикол. Бітіп қалды ма? Жарайды достар, енді осымен видео аяқталды. Ал егер бұл видео сізге ұнаса, неге менің арнама жазылып, және бұл видеоға лайк баспасқа, және өз ойыңызды төменге қалдырып кетіңіз. Ал сіздермен болған мен Ерасыл және адам өлтіргіш. Келесі кездескенше.